أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ulamalarımızın sözünü okudan aldın bid'at sözünün mağnasını bilip geçsek. Bid'a Arap dilinde beda'adan çıkadı. El bid'a, beda'a, ibteda'a degen sözler bir mağnalas bolup keledi. Bid'a degenimiz İhdathu şeyin ala gayri misalin sabiqdir. Yani bir narsani hech qanday bir ulgusiz yetib jasau dedi. Кейде адамдар bir narsani istegan кезде onu isteu үшін оған басқа bir narsa үлгі болады. Yani образец. Соған қарап, соған ұқсатып жасайды. Ал бид'a сөзі bir narsani bid'at ету деген bir narsani ешқандай үлгісіз жасап шығару деген мағынаны білдіреді. Құранда Алла Субханала ва Тааля Бади'ус самавати вал ард, өзін аспан жерді жаратушы дейді. Бұл жерде жаратушы деген кезде де бади' сөзі келген, яғни ешқандай бір үлгісіз жаратқан. Yani аспан жерге ұқсас алдын еш нәрсе болмаған деген мағынада. Бұл бид'a сөзінің тілдік мағынасы. Терминдік мағынасын иншаллах имамдарымыздың сөзін оқығаннан кейін және олардың дәлелдерін көргеннен кейін барып иншаллах таныстырайық терминдік мағынасымен. Сонда терминдік мағынасының дұрыс екеніне иншаллах көз жеткіземіз. Себебі қазір алдын ала біз үкім шығарып терминдік мағынасы мынандай деп айтсақ, онда әлі дәлелін қарастырмай алдынан нәтиже шығарып қойған боламыз. Бұл әлбетте ғылымда дұрыс емес, ғылымда қателік болып есептеледі. Имамдарымыз бид'ат жайында не дейді? Бірінші, иншаллах, имам Шафиғи рахмахуллахтың сөзіне тоқтасақ, себебі имам Шафиғи ең бірінші болып бұл мәселені қозғаған уламалардан. Қозғаған дегенде, яғни кітабында қозғағаны бізге жетіп келген. Басқа да уламалардың сөзі бар, бірақ бізге жетіп келген ең алғашқы уламалардан имам Шафиғи рахмахуллах. Ол кісі әл-бид'ату бид'атан. Бид'ат екі түрлі болады деді. Махмудатун ва мазмума. Мақталған, жақсы көрілген және жаман көрілген бид'ат деді. Фама вафақа сунна фахуа махмуд ва ма халафаха фа мазмум. Егер сүннетке сай болатын болса, онда ол жақсы көрілген. Ва ма халафаха фа мазмум. Егер сүннетке сай болмайтын болса, шариғатқа сай болмайтын болса, онда ол жек көрілген дейді. Бұны имам Аби Нуайм рахмахуллах Хилятул Аулия кітабының 9-шы том 113-ші бетінде Таржаматы Шафиғи тақырыбында келтіреді. Және имам Байхақи рахмахуллах Манақиб Шафиғи кітабында келтіреді. Имам Ибн Хаджар Асқалани рахмахуллах бид'ат мәселесіне тоқталған кезде Умар радиаллаху анхудың тарауих жайында «Ва ни'матул бид'a» бұл қандай жақсы бид'ат деген кезінде осы сөзіне шарх беріп жатып былай дейді. «Әл-бид'ату аслуха ма ухдиса аля гайри мисалин сабиқ». Бид'ат негізінде ешқандай бір үлгісіз жасалынған нәрсе дейді. «Ва тутлақу фи шар'i фи муқабили суннати фатакуну мазмума». Шариғатта сүннетке қайшы болған нәрсеге айтылады және ол жек көрілген болады дейді. «Уат-тахқиқу аннаха ин канат мимма яндariджу тахта мустахсанин фи шар'i фахия хасана». Бірақ дұрысырағы, егер сол бид'ат, яғни жаңа пайда болған нәрсе шариғатта жақсы көрілген амалдың
астына кіретін болса, соның аясына кіретін болса, фахия хасана, онда ол жақсы дейді. Ва ин канат мимма яндариджу тахта мустақбахин фахия қабиха. Егер шариғатымызда жаман көрілген амалдарға кіретін болса, онда ол жаман дейді. Ва илля фахия мин қисмил мубах. Егер бұл екеуіне де кірмесе, онда ол мубах болған бөлімнен дейді. Бұны имам Ибн Хаджар Асқалани рахмахуллах өзінің Фатхул Бари атты кітабының 4-ші том 253-ші бетінде келтіреді. Келесі ғұлама имам Ал-Қади Абу Бакр ибн Ал-Араби рахмахуллах. Бұл кісі Малики мазхабының үлкен ғұламаларынан 4-ші ғасырда өмір сүрген. Бұл кісінің тәфсирге қатысты Ахкамул Құран атты кітабы бар, және басқа да көптеген кітаптары бар. Сол кітаптардың ішіндегі әйгілі кітаптардың бірі Аридатул Ахвази Шарх Сунан Тирмизи. Яғни имам Тирмизи рахмахуллахтың хадис топтамасына жасаған шарха. Оны ол кісі Аридатул Ахвази деп атаған. Жалпы имам Тирмизи рахмахуллахтың хадис топтамасына жасалған шархтарда екі кітап бір-біріне ұқсас атпен келеді. Бірі осы имам Ибн Ал-Арабидіңкі Аридатул Ахвази, екіншісі имам Мубаракфури рахмахуллахтыңкі Тухфатул Ахвази деп келеді. Аридатул Ахвази, Тухфатул Ахвази. Тухфа Мубаракфуридіңкі, ол кейінгі ұламалардан, Аридатул Ахвази имам Ибн Ал-Арабидіңкі, ол алдын өткен ғалым. Имам Ибн Ал-Араби өзінің Аридатул Ахвази фи шарх Сахих Тирмизи атты кітабында 10-ші том 146-147 беттерінде Иякум ва мухдасатил умур деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін шарықтаған кезде былай деп: Иякум ва мухдасатил умур, яғни жаңа пайда болған істерден сақ болыңдар деген сөз. Бұл кісі айтады: И'ламу алламакумуллах, біліңдер, Алла сендерге білім берсін, аннал мухдаса ала қисмайн, жаңа пайда болған нәрсе екі түрлі болады дейді. Мухдаsun лейса лаху аслун илля шахва вал амал би муқтадал ирада. Тек қана шахуатқа, адамның көңіл қалауына негізделіп пайда болған жаңа нәрсе дейді. Фахаза батилун қатаа. Және бұл батил, шариғатта дұрыс емес нәрсе дейді. Үзілді кесілді. ومحدث بحمل النظير على النظير فهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء. Енді екіншісі бір нәрсеге салыстыру арқылы, яғни қияс арқылы, қиясты дәлел етіп алған жаңа пайда болған нәрсе فهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء. Бұл болса хулафалардың, яғни халифалардың және абзал имамдарымыздың сүннеті дейді. وليس المحدث والبدعة مذموما للفظ محدث وبدعة. және бид'a, محدث деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келген күллу мухдасатин, әрбір жаңа пайда болған нәрсе бид'ат деген хадисіндегі мухдас, бид'a деген сөздер өз атауы үшін жаман емес дейді. ولا لمعناهما, және мағынасы үшін де емес дейді. فقد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. Алла субханала тағала өзінің кітабында мухдас деп атайды Құранда. وقال عمر نعمة البدعة. عمر رضي الله عنه қандай жақсы бид'ат деген. وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة. Жаман көрілген бид'ат ол сүннетке қайшы болған бид'ат дейді. ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة. Жаңа пайда болған нәрселерден жаман көрілгені адасушылыққа, далалатқа шақырғаны дейді. Имам Науави рахмахуллах өзінің Тахзибул асмаи вал луғат атты кітабында Ал-бид'ату би касрил ба фи шар'i ихдасу ма лам якун фи ахди расулиллах. Шариғатымызда бид'ат деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінде пайда болмаған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінде болмаған, көрініс таппаған нәрсені алып келу дейді. Ва хия мунқасиматун иля хасанатин ва қабиха. Және бұл жақсы, жаман болып бөлінеді дейді. Имам Ибн Ал-Асир, бұл кісі де үлкен ғұламалардан, ол кісі өзінің Ан-Нихая фи ғарибил хадис атты кітабында бид'a сөзіне келген кезде Әл-бид'ату бид'атан, бид'ат екі түрлі болады.
Бид'ату худа ва бид'ату далала. Жақсы бид'ат, худа тура жолға бастайтын бид'ат, ва бид'ату далала және адастыратын бид'ат дейді. فما كان خلاف ما أمر الله تعالى ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار. Егер Алла субхана ва тағаланың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әміріне қайшы келетін болса, онда ол инкар етілетін, яғни отрицать етілетін, жек көрілген бид'аттардан дейді. وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله فهو في حيز المدح. Егер ол жалпылама шариғатымыз шақырған, шариғатымыз үндеген амалдың ішіне кіретін болса, онда ол жақсы көрілген бид'ат деді. Яғни бұл кісі де бид'атты өзінің кітабында екіге бөліп жатыр. Имам Ибн Раджаб Аль-Хамбали рахимахуллах, бұл кісі Хамбали мазхабының үлкен ғұламаларынан, өзінің Жами'ул улум вал хикам атты кітабында «Вал мураду бил бид'ати ма ухдиса мимма ла асла лаху фи шари'ати ядуллу алейх». Бид'аттан мақсат шариғатта оған дәлел болатын, бір дәлелге сүйенбеген, бір дәлелге сүйенілмеген жаңа пайда болған нәрсе дейді. Әмма ма кана лаху аслун фи шар', ал бірақ шариғатта негізі болатын болса, ядуллу алейх, оған дәлел болатын, фалайса би бид'атин шар'a. Фалайса би бид'атин шар'a. Онда ол шариғатта бид'ат емес дейді. Ва ин кана бид'атан луғатан. Ол тілдік тұрғыдан бид'ат болса да, шариғатта бид'ат емес дейді. Яғни жаңа пайда болған іс болғандықтан да оған бид'ат деп аталғанмен, ол шариғаттың шеңберінде болғандықтан да, шариғатқа қайшы болмағандықтан да оған шариғат бид'ат демейді. Бұны айтып жатқан имам Ибн Хаджар, бұны айтып жатқан имам Ибн Раджаб Аль-Хамбали